Hey, do you want to take a shower and sit on my face tonight? Сен қатынға не жет? Қазақтардың ұрпақтарын құртайық. Давай, жігіттер! Картоп жарған екен ғой, е? Ашша! Жылама! Не әңгіме, а? Не? Ойбай. Yeah. ЖКФ білі. Сол жақ. Сендер бар ғой. Вау! Сендер екеуің бар ғой, Тамаша. ЖК-ға бір шаба ұрып қойыңыздар. Қалайсыңдар? Ей, қазақ елі! Мен қойыңдаршы! Рустың тәпішкесіне шапалақ ұрыңдаршы! Твою мать! Жүн ба, жүн? Мынау кім? Крупно алыңдаршы! Рус! Сен су көтсің ғой, досым? Крысаның құйрығынан тығып киіп алған ба, не істеген? Тірідей кие салған ғой, ойлашы. Сендер екеуің бар ғой. Мынау аяқ киімін нақыл қойып қою керек. Болды, осы аяқ киіммен мен бір тепсінші. Мен ойымша даже бұлай осылай сияқты. Мынау сырты жүн, мынау андай домашний питомец қылып асырауға болады ғой, тәпішкені. На, төрге қарай отырғызу керек қой, былай. Мен, батя, сосын мынау. Еще соңында батаны осыған айтқызады. Осыған пультті беріп, қатты құрметтейді. Күшті. Қаншаға алдыңыз? Қанша миллиард теңге кетті мұнаған? Бартер ғой, берсе алыңдаршы. Бартер? Онда артер. Мұнаны браконьерлар іздеп жүріп атады ғой бұны. Және бүгін сіздің аяғыңызды атып кетпесін. Куда сектасың да? Қалайсыздар? Все нормально ма? Все хорошо, да? Все. Рахмет келгеніңізге. Онда. Сендер екеуің ана колледжда выпускной болып атады ғой. Ой, мектепте. Колледжге қалған 9 класстан кейін сондай балалар болып кіріп келдіңдер ғой жаңа екеуің. Күшті вайттар мынау ортасына ат тұрып билеп кеткен андай болады ғой, бір мектептегі 11 класстың қызы болады ғой андай. 11 класс қызы? Ұлы сен андай закрытый ешкім жақтырмай бүйтіп отыратын бала болып отырдың ғой. Бүкіл шпаргалка осыда ма? Бәрін жоқ, бұл анандай ғой, бәрін беске біледі да. Білесің ма десе, жоқ. Бұл төбелесте жеңіс, Руслан, аңсаңа бәрі болды. Мен ол кезде үйде еді. Ана тәпішкені алдың ғой, сатып алғанда шек қарын тазалап барып кидің ба немесе? Жоқ, ішінде маған мынаны негізі берген, айтқан, вау, это будет разъем деп берді да, мен алдым да, и кетейік қума деп бүйтіп алдым да, өш қасқа кетеймін. Ну, рахмет, конечно, деп үйге апарып, полке тықпсадым да, биыл алып шығып кидім. Бұған маған биыл ғана ішіне өз-өзіме позволил, оказывается. Өте тәкаппар болу керек қой, мына аяқ киіммен жүру үшін. Анан алды бар ғой, базарлық жүн ғой, сонда шығарған адам. Арты тонама, тонбай ма деп ойламай ма? Понийдің терісі. Бишара пони, қара пони. Қара, мынаның понийдің терісі ладно. Артқы жағын қатады ғой, бишара. Пони деген сөз по приколу екен, е? Бишара пони. Андай пони деген сөзді бандит болсаң да мықты қылып айтамайсың, е? Сегодня, чтобы мне пони поставить. Сондай сөз екен, е? Ол да онда атымды өзгертіп алу керек, пони деген. Төбелеске барған кезде. Ты да, пони? Пони. Понял, да? Мен, слушай сюда. Мамамның махаббаты, әкемнің ризашылығы, да? И мына яқта мынау тәпішке тұр ғой. И то бір парасы ғана ма? Екінші вообще бик. Мен вообще сұрағым келген, арамызда бар ғой, е? Арамызда қалсын бәрі әне басқаша нұсқада атып қалсын. 12-ші выпуск.
оттан да өттік мысалға, судан да өттік бұл жерде. Судан деген елі бар еще. Иә. Сен серьезный әңгімеге неге өйтіп бет алды кіріп кетесің? Оттан да өттік деп. Отта өткен жоқпыз ғой ондай. мен оттан өттім, мен 38 температурамен 3 выпускқа түстім мысалға. Біз Өліп қала жаздадым ғой. 38-ге ма? Кім? Мен жақтасың ғой, Не, бро, ну реально конченые люди. Да. Я типа болел, да, и типа обесценивают. Жесткое обесценивание. Я просто ты болел, понимаю. базара нет, ты Я ради просто, себя. можно тихо? Нет, ты базар жоқ, ты болел, но ты ради себя же болел. Не ради нас же болел. Деген болмайды, е? Мынау орысшаң ше, брат. Келмейді, е? Сен ауырған маған міндет па дегенді айттың ба? Міндет па деп айтасың, міндет па деген. Ради меня болел деген қалай кетті? Мен біреу ради деген сөз вообще болел мен келіспейді. 12 шығарылым бойы мен сенің қастандығында шыдап келеді. Мынау деген бүгін таза адвокат бізге әңгімелер бойында отыр ғой. Сосын Анау ар жақта аңсаған отырып алып, сен қабақсың деп қоймайды. Мына жақта тілеген мен эмоцияларымды жоққа шығарып, жалғыз рустың адекватностына ризамын. Біз себебі психологқа барамыз, олар бармайды. Рахмет. Жоқ, жалпы 12 шығарылымда уже бөлініп қалды да ше кәдімгідей. Мынау мысалға бай. Кішкентай кезінен ақшаға тойынған адам мысалға. Былай қарай азая береді. Егер қандай адам келіп біздің жобаға қосылса да, по-любому мына жерге отырмайды, мына жақтарға отырамын андай. Соңғым ба? Сосын андай, мына екеуі токсик мысалға. Біз екеуміз мысалға андай өте андай эмоциональный интеллект жоғары адамдар екеуі былай қарай. Ойбай. Қызық. Жоқ, біз көрдің ба, біз мүмкін даже білімсіздігіміз ғой. Біраз нәрсені дұрыс түсінбеуіміз мүмкін да. И біз чуть-чуть бақыттырақ өмір сүреміз да. Бұлар болмайтын нәрсеге депрессия ұстап жүретін кезде біз колонкадан су ішіп, Колонкадан музыка тыңдаймыз ғой біз. колонкадан музыка тыңдап, бутылкадан су ішіп дей сал. Екеуі неадекват қой, действительно. Не әңгіме мынау? Ой. біз болмайтын нәрседен бақыт таба алады екенбіз. Жоқ, шынымен бір отбасыдай болып қалдым. Бір отбасыдай болып қалдым. Мен саған мысалға үйреніп қалдым. Шынымен. Мен сенің бүкіл кемшіліктерімен қабылдаймын. Базар жоқ, Жека, мен сені вайындарыңды бала кезден деппін ғой. Сен менен кішкентайсың ғой. Семейде жатқаннан тыңдаймын да, көремін да енді. Сен қарнымен сөйлесіп жатсың ба, Жекамен ба? Мен екеуміз баламызбен сөйлесіп жатқан сияқтысың. Тихо, это твой отец. Ол ішінде күліп жатыр деп. Асқазан. Жоқ, сол кезде никогда мен осыншама ішіңе жақын тұрып сөйлесем деп ойламаппын ішіңмен. Өмір вообще қызық та андай. Не күлесің? Жоқ, өмір қызық дегенге кесіп. Өмір қызықтан деп қатты болашақ күтіп біткен адамдар вообще не толып қалуы мүмкін да. Ең соңында, көштің соңында сүмірейіп кетқандар какой-то бір уақыттың ішінде көштің алдына шығып кетуі мүмкін да. Бір непредсказуемый зат, например. Өмір Сен сонысымен. кімді бұлай болашағы жоқ деп меңзедің дейсің. Болжап жоқ, болашақ жоқ емес, анандай болады ғой, мектепте сен қатты ставка қоймайсың ғой, мысалға мен мысалға балалар болды, крутой, мектепте номер андай харизматичный, вау деп жүрген ол қыздар болады ғой, андай бір мектеп президенті деген секілді топовый бір темалармен бүйтіп жүреді да. Сөйтіп басқаша киінеді. ерекс отса. Басқаша киінеді, бірақ незаметный біреулер бүйтіп андай бүйтіп шығып кетеді ғой. Не всегда так это, пацаны. Не всегда так, но әр кезде әртүрлі екен, негізі қызық екен. Мысалы, типа, менен басында қатты күтті мектепте. Менен өте үлкен болашақ күтті. Дато достарымның әке-шешесі, типа, балдарың қайыққа түсейін деп жатыр десе, қайыққа түскен не керек? Русланның досы ғой, Руслан ертең көтеріледі да, бәрі жұмысқа қалады. Сондай әңгімелер айтатын. Содан кейін 10 жыл мен мал болдым ғой негізі. Шыда. Мен Тигоның күлгеніне күлдім. Ұрыспаңызшы маған ағай. Тико өзің тұта. Біз соңғы партада отырған сияқтымыз. Сөйтіп, мен деген вообще... Сол кезде бізде мектепте 3 бала болатын, короче. 3 бала барлығы күтетін. Осы 3 бала ертең барлығын айырады деп. В концовке үшеуміз де универі бітіре алмай,
мал қылып косякқа кіріп жұрттың бәрі ең соңында біз хотя бы осылар сияқты емеспіз ғой, бізге тиіспеңдерші дейтін уровеньге дейін жеттік үшеуміз де именно. жоқ, мен мынандай сұрақ қойғым келген ғой, сен үйде мысық асырайсың. О тема. Иә, үйде мысық асырайсың, сен вообще қорықпайсың ба мысық деген темадан? Мысалға андай бір тесікке бір жерге бүйтіп қарап отырып қалатын мысықтар болады ғой. Ондай, ол енді приколдар бар ондай. Айтшы. Мен мысығымның просто бүйтіп бөлек отқан сияқты. қасыңа жүгіріп келеді да, ей мысығымды айтайыншы, пожалуйста, бола ма? Айтайын. Сендер әйелдерімді айтқанда тыңдап отырамыз ғой. Біз әйелімізді айтқаннан үйде атмосфера өзгереді. Сен мысық туралы айтсаң, тура сол мысық қой, түп етіп отырады. Ей, онымен сен мысыққа немқұрайлы қарайды екенсің. Мысықпен сөйлесуге болады, оның настроениесі болады, кейде настроениесі жоқ болады. Бүйтіп келіп қасыңа келіп внимание сұрайды, сөйтсең қарны ашқан екен. Тамақ бергеннен кейін вообще араласпаймыз ше. 3 сағаттан қайттан келеді. Тарелочница ғой сен мысығың. Қандай? Тарелочница. Тарелкасы бар. Месячница. Неменесница? Поясница? Мискичница. Месячница. Мискадан дейді ғой, тарелка. О, иә, ол да бар. Жоқ, кейде донерлерді ұрып алады ол. Жайлап жаңағыдай бүйтіп берсең ше, деп жібереді ғой тамақты. Енді ол біз бүйтіп үзіп жей аламыз ғой. Ол енді аузында ғой былай аударатын ше. Деп андай осылай түсіріп алмайын деп ше, түсірсе бір шапалақ жейді ғой деп қойып кетсең ше. Мен мамам андай абьюзер екенсіз. сост работада істейді ғой. И көбінесе андай орыстың апалары да, короче, жалғыз қалып қойған балалар Россияда, Ресейде, анда-мында жұмыс істейді. И үйлерінде всегда мысық болады да, мысықпен ұрсып жүреді андай. Я тебе что сказала бірдеңе? Иди, больше не будешь кушать. Я тебе час назад давала. Иди. Андай. Кәдімгідей қырылып жүреді. Или андай баласымен сөйлескенсе, Лариса, ну откуда пришла? Опять где-то гуляла целый день. Ну и что ты? Ана мысыққа вообще похер, жизнь кетіп баратыр. Ондай шлей өтіп сөйлеспеймін енді мен ше. Не істедім мен жақта үйде деп. Ондай емес. Жоқ, мен ауылда жүрген кезде андай ауылдың адамдары кішкене сурылау ғой, байқайсыңдар ма? Ауылда қандай сөйлесу, қолмен направлять етеді ғой. Ана бір нәрсені істеп жатса, мысық басын тығып жатса, кетшей. Мен анандайды көргенмін. Деп, дальше, анау мысықты отморозок қой, қана жеймін. Деп. Бүйтіп стаплай лақтырып жіберіп, дальше істей беретін. Мен бір күні бүйтіп ауылдың шетінде келе жатырмын, білмеймін, сиыр іздеп жүрмін ба, бірдеңе іздеп жүрмін. И бір қап көремін ғой, короче, ауылдың шетінде қап қозғалады да бүйтіп. Бірдеңе қозғалады, бүйтіп, астан мынау немене деп бүйтіп. Жақындаған сайын ішінен деген звуктар шығады. И қапта жіптің байлап салған ғой, бүйтіп аузын ашып қалсам ішінен 4 андай әп-әдемі мысық бүйтіп шығып кетеді. Қалайсыңдар деп квартет болып шықты ма? Мен аңсаған айта кетсе ше сразу. Аңсаған мысығын и біздің ауылдағы Томды таныстырғым келеді. Жоқ, таныспайды біз. Бізде Том деген мысық бар етін, өмір көріп тастаған, екеуі бүйтіп отса, мынандай диалог болатын сияқты, аңсаған мысығы. Блин, вчера донер кушал деп ше. Осындай сияқты ше мүмкін. И анау Том отырады бүйтіп. Жоқ, пацан мен. Том бүйтіп отыратын ше. Живой сегодня. Тірісім бана. Шүкіршілік етсін ба. Ана ауылға көшіп келсе. Енді сен ауылдасың. Анау кемпірді көрдің ба? Қолына түспе. И сөйтіп жайлап мен мысығым звондай ма? Алаңсаң, алып кет мені! Деп мысықты сөйлетіп жатыр ғой, біз не болып кетті? Содан тико манағы 4 мысық не болды сөйтіп? Сөйтіп, короче, ауыл әңгіме таста кетуге қимадым. Бүйтіп ақырын қаптың ішіне салдым да, аузын байлап таста кеттім десе. Жоқ, қалжыңдаймын. Қапты бүйтіп көтеріп алдым да, короче. Просто үй жаққа бар, әйтеуір біз ауыз іздеп жүрмін ғой енді. Білмеймін, бірдеңе іздеп жүрмін, короче, ауылдың ішінде жүрмін. Бүйтіп кетіп баратам да, просто бір үй жаққа жақындаймын да, короче, біреуін алып шығамын да, ақырын сол жаққа қарай жіберемін, ана үйіне қарай. Дальшысын бүйтіп, андай, Дед Мороз секілді жүрдім ғой, короче. Қап тастап алып, бүйтіп кетіп баратам да, тағы да бір үй жақындаймын да, примерно мына үйде добрый адамдар тұрады деймін да, бүйтіп аламын да, бүйтіп жібере саламын да, дальше, короче, сөйтіп. Молодец, солай істейсің. Короче, 4 үйге таратып. 4-өө 4 жерде өлді десей. Біз анау қаладағы алабай алса, 3 айында прививкасын салады. Ана тамақтар бөлек, андай итке арналған тамақтар береді ғой ше. И ауылда бір соседке Ротвейлер деген ит алды. Ротвейлер деген өте мықты, андай қыста далада желательно. Иә, ол танкошорстный ауырып қалуы мүмкін ше.
и анау ротвейлер уже местный болып кеткен ғой ше. Как будто бір англичанин да бір сондай реалияға салып қойған сияқты. Кіріп қалсам тамақ салғанда, тамақтар салған. Сол соседтің апашкасы келіп, не бар ғой, заварка бар ғой, уже ішілген заварка. Тамақтың ішіне заварканы төккен. Короче, примерно жеуге не болады, бәрін сала береді. Перерабатывающий завод қойшы, анау ит, ана иттер қалай аман қалады. Анда иттер болады ғой ше, ауылда. Бедіп, өтіп бара жатасың, алыстан бейт. Деп өйстіп үріп атады, ит жақындап қалсаң. Жақындайтынды айтпадың ба десе? Андай бүйтіп ше, и андай иттер болады бет, ауылдан үйге қарай кіресің. Дәу ит та, ит цепте тұр. И уже өмірден түңілген уже андай. Бет, үйге кіресің ғой, ана бит қарап тұрады. Үйге кірейін деп атасың бет, ана бит қарап тұрады. Бүйтіп тұрасың да, бір шаг жасайсың. Болады ше. Еріншек иттер ше. Я отрабатываю. Андай жұмысын жақсы көрмейтін адамдар. Сондай ақыры мет жүрседің. Жаңағы шаг жасаған сайын. И жайлап жақындайсың, ата үйге кірсеңізші. Атасы шықса. Сондай айтты андай. Иті жоқ үйлерді жақсы көретенің ғой да ауылда ше. Иті жоқ үйлерді уф деп рахаттанып кіресің андай. Ата любойдың иті болады, біле. Вообще бізде қазақтарда итке деген отношение вообще өте нашар ғой. Хотя жеті қазынаның бірі деп айтамыз ғой, бірақ өте жаман ғой. Ана бейшара шынжырда байланып, өз боғының үстінде өзі тұрады ана жерде. Оның жалғыз предназначениесі адам келген кезде үру ғой просто. Как звонок. И то өз жұмысын істеп жатса, шығасың да жат! Кім? Жат! деп анау. Өз жұмысын істеп жатса, айқай, жат! Кімге дейсіз? Бүкіл ашуды итке қалдырады. Итке еще тамақ бергенде да, бір нормальный тамақ құйып, апарып, бір оны сасыту керек обязательно. Чуть-чуть өзің жеуге келмейтін кезде бір минуты салат істеп, ішінде как раз шәмбесі бар, ана әкеліп еще бүйтіп. Итке біз бұлай бермейміз ғой, мә деп біз кет қоймайды. Кет деп тюп қысырып шандай. Действительно ғой. Ана иттер үшін қат жауап беретін сияқтымыз арғы дүниеде бар. Ана бізде мысалға басқаша болды. Менің атам ветеринар болған. И жануарға деген отношениесі қатты андай болған. И соны именно мен әкем қатты өзіне қабылдап алған. И мен әкем андай үйдегі тауықтарға менен сәл қаттырақ махаббат көрсететін. Тауықтарға? Сенен қаттырақ, сен бізде қандай үйде көрсетесің? тауық бар етін, кептерлер бар етін, мысық, ит, Крыса? бар етін болды. Крыса, мен айтатын үйтіп, бірақ десең, ит, мысықтан бір екеу, иттен бір екеу, бір кәнден ит, бір андай. Нормальный ит. Дейтін. Әртүрлі сондай жануар өте көп етін. Біз қалада тұрсақ та папа сөйтіп толтырып тастайтын ше. И андай, папа, мен қатты еріншек етін. Папа түрмеде отырды ғой, мен 6 жасымнан 15 жасыма шейін папа түрмеде болды. Дистанционное общение да папамен. И папа түрмеден шығардың алдында маған ит жібереді. Айтады, осы итке былай қарайсың, бүйтесің, сөйтесің. Мен полный итке қараймын. Бірақ жек көрем о қараған, түсіндір маңдай. Итке де қараған, тауыққа да маған керек емес. Неге сендер аласыңдар да? И мен обслуживающий персонал для них керек жоқ. 4 жұмыртқа береді. Бәрібір магазиннен аламыз ғой жұмыртқаның бәрін ше. Қандай ба жұмыртқалары біздің. Еще дәкән алып қойған ше, андай кірген кезде анау дәкәнмен рамс. Бүгін тірі қалам ба? Білмеймін ше. Кім? Дәкән қораздар болды, ана боевой. Дәкән. Бойцовский. Сондай бізде. И кептерлер андай. Бір 3 кептерлерді машинаға ауыстырған кездер болған папада ше, баяғыда қатты мықты кептерлер ұстайтын. И бір күні папа бір аптаға түрмеден шығады, кептерлер, тауықтар бәрін, алады. И папа бір аптаға кетеді да, мен саған қалдырдым, сендім дейді. Талды суарасың, тауықтарға тамақ су бересің дейді. И осы мен андаймын ғой, мама, папа жоқ бір апта. Мырасың ғой үйде ше андай. Андай,
это моя хата. Осындай вайп қойшы. 180 адам квартирада ше, кім кіріп үйде. Кім кіріп, кім шығып атқан білмейсің. Балдардың бәрі үйде ше. Папаны тыққан пиваларын балдар тауып ішіп тастаған уже андай тамақтар, ыдыс жуылмаған, осындай вайп болып кеткен ғой уже. 5-ші қатты қызық емес болып жатыр ма? Ұйықтайтын. Жоқ, күшті. Жоқ, маған ұнап жатыр жаңағы вайп. Ұйықтап баратсың ғой. Бір қызығушылық көрсетші әңгімеме. Сөйтіп мен самооценкам төмен айтып жатып, не айтып жатсың деп қойып кететін бар. Андай жоқ, мен тыңдап отырмын ғой. Иә? Бақытты болып отыршы. Давай. Мен қараған сайын, иә, сондай маған. В общем, ана тауықтарға барам. Тауықтарға барам да, и тамақ беру керек қой. Тамақ берген кезде ашасын, ішіне жем саласын, и су құйып беру керек. Дұрыс па? Ана тамақ жеген соң су ішу керек қой. Әлі сол кішкентай жеканы ұрып тастағым келеді ше, бар ғой. Мен бүйтем, толтырамын да ана бидайчы. И былай сетка арқылы бұрышқа шаша салым, түсін ба? И анам бәрі қыстырылысып, деп жеп атады, ана бұрышта, түсін ба бәрі? И су құймаймын, түсін ба? Игра в кальмарадағыдай ма? Игра в кальмара емес. Игра в кальмарада тамақ береді оларға нормально хотя бы суымен. Игра в мало ғой анау, түсін ба? Мен бір бұрышқа сеуіп кетем, боғын тазалаймын, суын құймаймын ғой. Кішкентайым ғой, 12-13-тем. И кім ит уже вообще. Ит ар жақта үмітін үзген бейді. Арықта уже кішкене. Жоқ, тамақ берем, оған от души там итті қатты жақсы көрем. Тамақ берем, астын тазаламағам ғой. Уже боқтан бейт, үй соғып атырған шетік. И сондай вайп, и әкем келет, короче. Әкем келет, мен жатырмын. Әкем келет. Ит, әкең келіп, ит шешіп, босатып, сені байлақ қойды ма сол жерде? Вот, тыңдасай, брат. Әкем келет та, қарадың ба дейді бәріне. Келе сап, ойлаш. Бір апта көріспедік. Балам, қалайсың емес? Аналардың бәріне қарадың ба дейді. Я вас тоже люблю дейм. И ол тұрады да, мақұл дейді, бар дейді. Мен үйде жатырмын. И бір кезде андай суық бір жел келеді осы денеме. Қарайым, бұрылам, папам бүйтіп қарап тұр ғой. Қасында ит тұр ма? Міне науға мен тазалатпаған. Көп тауықтар. Я. Күшінек жоқ вообще, өліп бара жатыр. Тауықтар И папа Тауықтардың еріндерінен андай ақ шығып кеткен ба андай? и сосын папаң бүйтіп жақындайды да, мен негізі доктор Дулитл. Қалай? Тауықтардың еріні дегенше мен ана тауықтарды ерінмен елестетіп кеткен соң. Деп сөйтіп батя келеді, короче. А папа мені қатты еркелететін. Өмірінде ұрмаған и қатты ұрыспаған. Қойшы деп сөйтеді ол. Қойшы ол далбан өз сондай деп. Ана бүйтіп қарап тұрып, мен әкем ондай көздерін маған қарай көрмеген ғой. Вышел дейді, короче. Мен тұрам да проще. Мен папаға қарап тұрам да, болды уже, мен аяғым істемей қалды уже примерно суық. Деп атырмын ішімнен. Я, пап, не болып қалды? И миымда миллион вариант қой, не болып қалған андай дірілдеп. Судай дейді, тауық қораға келем. Бір тауық бүйтіп жатыр ғой. Келеді да тауықты бүйтіп көтереді. Тауық осылай көзге тыққан примерно. С ней что произошло дейді. Мен тұрмын да, папа білмеймін, мен бәріне қарап жүрмін дейді. И тауықтардың бәрін көрсетеді. Тамақтарында тамақ тұрып қалған ғой, түсін ба? Уже жұтамай жатыр. Задыхаются, короче, түсін ба? И тура әкем сондай моментке келген ғой. Сөйтіп папам тұрады да тауық қораға кіргізеді да, сен бүгін осы жақта ночуешь дейді. Бет тұрады да, сен бүгін осы жақта түнейсің, осы жақта боласың. Саған тамақ берем, су бермеймін, түсіндің ба дейді, короче. Ойлаш, су береді, анау тауықтар анаған қарап шоктың, папа мақұл енді қоя беріңші, бірақ күн бермедім су деймін ғой. Тұрады, көтіңді қыста шықпа дедім, шықсаң көтіңді айырам дейді. Папа кетіп қалады. Тауық қорада 2,5 сағат тұрсың ғой. Шиночек болып отырдың да? Тұрым ғой, потеря болып, тауықтар бүйтіп осуждающий қарап отыр. Тауықтар бір бұрышта бүйтіп бидай чап. Бақ.
деп отыр, примерно түсіндің ба? Сөйтіп қорада тұрғызып қойды, бәте. Кеш батты, кеш батқанда шық деді. Сөйтіп отырғызды, тамақ берді да, и су бермеді до талого, короче, кешке дейін. Сөйтіп кешке мамам келді да, все, завязывай деп құтқарып алды. Кешке қарай сен бүйтіп жаттың ба? Мамаң келіп былай аударады, сен былай. Морально сөйттім, сосын содан кейін жестко қарайтын болғансың ғой тауыққа. Сол кезде тауыққа қарамаған, тауықтай миың болмағанынан. Бала ғой енді, менде Просто оскорбил меня, да, получается? просто оскорбил тебя. Нет, я фактанул. Фактанул. Не дейді? Ондай сөз жоқ қой не? Фактанул? Ема. Плюс вайп, бро. Мен тауықтарды қатты жақсы көремін. Тауықтар мен өмірімде бақыт сыйлаған. Оқты. Жоқ, түсіндірем. История екен, Жоқ, түсіндірем, қазір тұра тұрыңдар. Тілеген Еркінбеков. Тауықтар маған бақыт сыйлаған. Ауылда андай ақша жоқ қой көбінде. Ақша жоқ кезде бақыт сыйлаған. Андай ауылдың сатушылары, короче, жұмыртқамен алатын да. Бір жұмыртқа 5 теңге тұратын. А мороженое 25 теңге тұрады. И мен күнде андай күшті настроениемен Рожай, рожай. Я пломбир хочу! андай күшті настроениемен тұрам, апа-аталармен шай ішем, бүйтіп жүрем, двор жақта. Қалай Ақырын есік алдында бүйтіп жүрем да. Мен апа-аталар үй жақта, аха деймін да, ақырын курятник жаққа кетіп баратам бүйтіп тауық қораға. Тауықтар уже андай есік алдында жүреді ғой бүйтіп бәрі. Мен кетіп баратам бәрі деп андай араларынан өтем, қарайым, бір жұмыртқа, екі жұмыртқа бүйтіп, аха деймін да. 5 жұмыртқаны салафанға бүйтіп салып аламын да. Магазинге барып берем, мороженое аламын да, кайфовать етіп. Короче, андай просто тегін мороженое жеп жүрем ғой, короче. Күнде. И уже ана датабок тауықтар мен жек көріп кеткен ғой. Мен кетіп бартқан кезде андай мен көреді сразу. Бір-біріне сигнал бере ма? Бір-біріне сигнал бере, білмеймін андай. Мені көреді, мына урод тағы да келе жатыр дей ма андай. Бір-біріне сигнал береді, короче. Тауық қораға кірем. Глория, Глория, они заберут наших детей деп. Мен қазір ойлаймын да андай балаларынан, мамаларынан балаларын тартып алған ғой просто андай. Олардың бәрі бала емес қой, кейбіреулер. Оплодотворенный и неоплодотворенный ғой. Ух ты. Оплодотворенный. Жұмыртқа ол негізі месячный ғой. Ей, Он кейбіреулері. Это же месячный. Они всегда рожают яйца. Но олардың бәрі балапан боламайды. То есть қораз өзінің жұмысын істемесе, ол ашим пустой жұмыртқа болып шыға береді деген әңгіме ғой. жоқ, ол понятно, но бірақ енді. Бұл керек па информация? Олай емес па? Жоқ, ол жұмыртқаны қара. Ол Олай емес жұмыртқа па? ғой. Қара. Олай емес дейсіз ба? Маған сөйтіп айтқан. Это я не фактанул. Саған кім айтты? Қораз айтты ма оны саған? Кім айтты? Мен ол кезде не в порядке болған, бақ деп атқан сияқты болды. Жо, мен айтқан дұрыс. Сенікі дұрыс. Мен чат GPT-мен сөйлестім, чат GPT шокта. Если не оплодотворить яйцо, она же не будет ребенком деп жазғансың. Во-вторых, да, ты абсолютно прав, дейді. У курицы в яичнике созревает яйцеклетка. Если рядом нет петуха, сперматозоид не попадет внутрь, яйцеклетка останется неоплодотворенной, дейді. И просто Мы кушаем месячные курицы просто. Все. Знаете, с этой мыслью живите себе. Вас пугает, да, слово месячный? Түрлер битва. Жоқ, месячный абонемент дегенде сөз бар ғой. Не дейді? месячный абонемент деген сөз бар ғой. Ондай жоқ па не? Годовой ғана ма не? Не деген легендарный диалогтар. Месячный абонемент. Месячный оклад деген бар еще. Иә. Рус, сендер ауылда тұрғанда сендерде андай сиыр, мал кәм көп пе да? Көп емес, нормально андай. Ауыл городского. Көп емес, 300 сиыр. Жоқ, бізде, мен интересен, біз түйе бақтық. О, күшті. Біздің үйде түйелер болды. Оларға су беруге қатты ондай. Иә, су. Сен бағың көрген. Ойбай, сен бағың көрген су түйені. Су бермесең де өмір сүре тұрады. Түйе демекші мен 12 ай болдым ма маманың ішінде, білесіңдер ма? Қош. Түйе демекші мен 12 ай болды маманың ішінде деп. Түйелер 12 ай көтереді ғой, иә? Иә, жақсы байланыстыр. Иә. Сіз айта беріңіз, сіз айтып бітіріңіз. Сол үшін ба түйе дейсің? Сиырлар болды, түйелер болды. Сука такая. До того Жеканың мына жақ, оң жақ көзі тартты. Менің. Сука такая. Да? Ты про мой горб шутишь, да? Құдай сен сынамасын. О, рахмет. Сынамасын деді.
Рус айта берші, невозможно уже. сосын типа бір түкірші маған қарап. түйе бүйтеді да сен келе жатсаң мысалы дайындалып тұрады. күшті келтіресің. Не зат ол? Түйенің защитный реакциясы ғой, ішінен бүйтіп көпірік или жеген шөбін алып шығады да мына жерде дайындап тұрады. Олар түкіреді ғой. Жостық түкіреді. Но Сол үшін ғой жаңа маған қарай түкір деген. тұршы. Мындай болады. Сен әлі мен түйе деп отсың ба? Жоқ, 12 ай туыз. сен ботамсың ғой. Хорошо, что соңғы выпуск әйтпесе қырылып қалатын секілдіміз бәріміз. Либо қырылып, либо сүйісіп кететін сияқтымыз. О, екінші вариант ұнайды маған. Маған қарамады сен ба? Шүйіңді, андай, а чё, можно было бы что ли деп қарадыңдар да? Можно было. Рус сөйтіп түйең насыбай атып отыр дедім ба, не дедім? Короче, сиыр да ол, түйе да ол, барлығын сауады ғой әже. Сауған кезде ең бірінші либо бұзау, сиырға мысалы бұзауын жібересің, еміп атады, бұзау тарт дейді. Бұзауды тартасың былайша, бұзаулар қатты болады, онда күшті болады. Бұзау тартып көргендер бар ма? Иә. Күпкітті кездеріне мықты болады, қолыңды жырып деп тартасың, әже соге сауып атады, потому что емген кезде не істейді, сүт келеді да, соны сауат бұзау қиын, бота болса рахаттан, мойындары ұзын ғой, олар тартылмайды дейді. Ботаны тарт дейді, мойнынан аласың, жіктіп құшақтап аласың, бүйтіп қарап тұрасың, деп саған жынданып отады, жан. Сол үшін ғой қазақтар ботам дейтін, не? Оказывается. Чатам. Күшті екен көздері мынандай болады, көздері кірпіктері былай шығып тұрады. Ботадай мөлдір көздерің деген сөз бар қазақта. Соның бәрін енді осознавать Сөйтіп апа баратында бүйтіп шелекпен бүйтіп отырып сиыр сауатын ғой. И маған қатты қызықты болатын, короче. Сосын бүйтіп иногда бүйтіп тартып көмектесетін. Сен басқа нәрсе тартып отын деші. Не дейді? Емшек тартып көмектесетін да былайнан, бірақ апаның қолы уже қанша жылда апаның қолы андай үйреніп кеткен ғой. Бүйтіп қолы андай ғой. Біз бүйтіп тайып кете береді. Былай тартасың ғой. Апа деген былай ұстап алады да. Мас оған таң қаламшы. Сен біреусін қатты андай емшекпен жақсы ойнайды. Одан басқа бір историяларың жоқ па? Мен жалпы ана нәрсе бар ғой, жануарларды жақсы көрген адам мейірімді болады дейді. Ол дұрыс шын ба? Шынға ұқсайды ғой, мен сол үшін мысығым бар, мен өзім мейірімдімін деп санаймын. Молодец, шапалақтайық, негізі молодец. Негізі вообще кез келген елдің халықтың жан жануарларға деген қатынасы сол елдің қаншалықты дамығанын көрсетеді екен, по идее. Шынымен де мысалы біз бірталай жерде болдық қой, жануарларға қатынасы елдің дамығанын көрсетеді. Жоқ, мысалы ол сен көрсетеді, анау дейсің ғой. Менің ойымша ол андай натуре да бір жүрген призад айтсаң сразу күкутін айналдырып тастайды да. Жоқ дегеннен бастайды, жоқ дегеннен бастайды. Не айтшы. Менің ойымша бізде суровыйлау қарайтын өзінің себебі бар, андай бауыр басқалар келмейді, короче. Ойлайсың сен, соясың да сен. Қалай сонымен бүйтіп жүріп, деп, деп көтін айыр жүресің. Кімде сендер демеді, анау история бір қойды ма жақсы көріп, сөйтіп сол қойды сой жүрген сендердік меді? Ондай миллионы болды ғой. Менде сондай бір тауығым бар етін, это мой любимый, сорпа жеп атсақ, это твой любимый дейді. Баламды жеп атқан сияқты сезінгенсің ғой. Содан кейін вообще жақсы. Любимая, прости меня, ты одна у окна. Мен қандай еді? Нелюбимая екен ол, наоборот. Күшті, прикольно. Мен жоқ, мысығымды жейтін ойым жоқ, есту что. Егер соған әкеп атсаңдар сендер. Нормально қарын. Жоқ, мен ит мысықты айтып жатырмын. Ладно, ит мысықты жеп қоймайсың ғой. Мысалы, дамыған елдерде шынымен бөлек қарайды екен да. Мысалы, Грузия бізге қарағанда бірталай дамып кеткен ел екен.
біз мұнда отырып как будто біздің қатарымызда жүрген сияқты, но біз барып қараған кезде реально как общество бірталай дамып кеткен екен. Оларда жаңа ит мысыққа деген қатынасы кәдімгідей көз алдыңда көрініп тұр да, барлығы чипированный, иттердің барлығы жаңағы айтшы стилизованный, қоғамға сен де айта аласың ба? Вау, қоғамға ешқандай несі жоқ, қауіпі жоқ, жүреді да ит мысықтар көшеде. Бізде мысалы бір хозяинсіз ит мысық көрсең чөп кетесің ғой мысалы. Сіз Ну это твоя странность. сіз ол теуіп кететін. Біз просто мыжып өлтіре саламыз деп қойсың. Күшті. Мен Турцияға барғым келеді сол үшін. Турцияда мысықтар деген 1,864,000 штук қой. Просто любой жерде анау бүйтіп Надо мысықтар. Өмір көріп тастаған. Мына жерде всегда на кафешке мен қараймын дейді мысықтар ғой. Ол жақта любой жерде отыра береді. Сен мысығын, ауылдың мысығы и турецкий мысық сөйлесе. Чо гүзал. Үшеуі подкаст түсірсе. Сен футболкаңда не жазылып тұрғанын білесің ба Ансат? I'm never Never дейді. wrong. Астындағысы еше ұзақ болып кетті. Except Жоқ, оны мынаны оқыш, жөндеп оқыш. I'm never wrong. Не деп тұр? Мен ешқашан wrong. Дұрыс емес пе не? Менде never, никогда. You'll never walk alone. Ты не останешься никогда один деген сөз. Енді wrongқа келіп тұрып қалдым ше. Wrong деген типа настроение жоқ деген сияқты ма? Wrong. Может. Дауыспен ба? Wrong. Бүйтсең ше Ансат. Wrong. Жоғы. Сонда сен просто білмей кие саласың ба? Жазу бар, неме жазу деп қарамайсың ба? Жоқ, right деді анау. Right деген не ол? Right оңға ғой. Right. Жақынсың. Right па? Оны білем ғой. Не ол? Right деген читать, right деген жазу ғой. Жарайды. Дұрыс емес па не? Жоқ, wrong деген немене ал? Тоқта өзім тауып аламын мен қазір. Мына жерлерде жатқан шығар. Wrong. Strong деген басқа уже. Wrong деген... Strong деген сильный ма? Strong сильный. Осындай, осыған келеді ғой, слабый. Навязчивый деген сияқты ма? Деп басқа сөзін тауып аламын. I'm never. Я никогда. Не вру. Я никогда не вру. Короче, right деген, прав деген. Не вру, дұрыс. Я никогда не вру. Мынау сол ма не? Қой жоқ. Я сол. Мен өтірік айтқысы келіп тұр ғой. Неге мен өтірікшімін ба? Жоқ, рус өтірікші шығар. Неге мен өтірікші қыласың? Жоқ, аға Америкаға барып мен көзіме қарашы. Анау Америкаға барып келген. Сөйтіп универді бітірмей келді ғой бұл. Жоқ, енді ар жақта сөйлескен ғой, нега деп ше сондай. Нега айтқан жоқ ешкімге. Right or wrong? Жоқ, андай қазақтармен ше. Ладно, right деген, прав деген, мынау wrong деген сол антонимі. Не прав, значит. Мен никогда не правмын. Бұндай енді ғой. Мен ешқашан қателеспеймін ба? Қайсысы соны айта салайықшы, қазір мен ше басқа мен никогда не прав емеспін деген сөз ғой. Мен ешқашан не прав. Мен всегда правпын ғой, короче. Я солай айтсаңдаршы. Я всегда прав па? Міне қиындатып. Өзім аударамай қалдым. Never деген всегдаға кете ма не? Never деген никогда ғой енді. Wrong деген. Никогда не прав. Я никогда не прав. Ага. Я всегда прав па? Я всегда правтың, короче, былай түрі вообще. Білем аудармасын. Қайттан сұраш? Жоқ. Өзім сұрай салам. Аңсана сен ана аудармасқанда? Я никогда... қандай еді? Я никогда... Жоқ, сендер ағызша екеуің жақсы білесіңдер. Я всегда прав. Мен всегда дұрыспын. Екеуің ағызды жақсы білесіңдер, иә? Сен де жақсы білесің ба? Былай. Менікі былай. Жоқ, қалай былай деген. Ауа райы ма? Мен 50-де 50 білем. Мен I'm never тауып тұрмын. Wrongты білмей тұрмын. Мен 50-50 мен ағызшам. 50-50 деген 50-де 50. Андай. Маған айтшы анда. 50 деп жазылады ше. Сен ма? Y-ті ас. Не қара, мынау сенде былай жазылып тұр. I never wrote. Сен сөйтіп оқыптысың ғой, өзің фантазияң. Мен өте случайно ағылшынша үйреніп алған адаммын да. Мен негізі былай сабақ оқып бүйтпегем. Просто маған never, bro. Never. Like never ever. Ешқашан ағылшынды үйренбегем, but
Бат деген көт қой. Жоқ, Или бат басқа деген бат бірақ па? қой, бірақ, бут. Бірақ. Бірақ деген one ақ. One white. Мен бар ғой, просто бір андай ашық сабақта отырған секілді мен ағылшын сабағынан бар ғой. Болды, exercise number 3. Болды, бастаймыз ал. Unit 1, page 2. We unite the. Сөйтіп, ағылшынды никогда Мен үйренбеген. қатты бір сериалды ұнатып қалдым да. Жоқ. Стендапты ұнаттым мен. Да ты чё? Иә. Джордж Карлиннің стендапын көрдім. Орысша бір кішкентай моментін. Қалғандары тек қана субтитрмен. Сол күннен бастап баттым мен, стендапты көре бердім. Сосын Vine деген приложение шықты, 6 секундтық видео. Соны көре бастадым. Сосын Instagram и ағылшынша контентті көру үшін соны үйрене бастадым. И мектепте де оны қатты. И speaking пен listening бар. Бірақ грамматикадан. Ой қамаш. Speaking деген Тамағыңа тару, толып. айту. Speaking Listening деген тыңдау. иә. А грамматикадан жоқ. Writing. Grammar is zero, bro. Шетелде. Маған да көмектеседі. Мен ағылшыншам негізі өте түсінікті тілде. Кез келген елдің адамы түсіне алатын ағылшынша ғой менікі. 1, 2 дейді ше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, пожалуйста. Пожалуйста. Иә. Андай ағылшыншаны енді вообще жалпы Америка қатты влиять еткен ғой мектеп кезде. Кімге каст ететінсіңдер мысалға. Мен страшно, короче, мектеп кезде бір уақыттары ағам тұрды да мына өлең бұл рэп деді. Рэп. Мен тұрдым да мен рэп үшін өлгім келеді дедім. Мана бірінші рет естігенде oh my god, what is it? Бұл 50 Cent деді. Ема, мен бүгіннен бастап қара нәсілді накаченный рэпер болғым келеді дедім. Мен 50 Cent болғым келеді. Сөйтіп тек қана қара нәсілді болдым десе. Айта бер. Иә. Сөйтіп мен ана 50 Cent кассетасын алып соның киімдерін тауып, Таразда базардан сондай кепкалар тауып, киіп, сондай болып жүрдім да. Таразда аман қалдың басында маған бәрі издеваться етті. На мал екен деп. Сендерде сондай қандай нәрсе болды? Яғни ағылшынша ән тыңдасаң баяғыда боқтап атқан шығар, кім біледі ол сонда деп сондай нәрселер айтатын ғой бізге. Ана бір өлең бар ғой. My neck, my back, lick my puss and my crack дейтін. Сол өлеңді қос... Не сөз айтып атқан білесің? Сол өлеңді кезінде қосып қойып папа екеуміз рыбалкаға барғанбыз ғой. My neck, my back, lick my puss деп. Потом отырамыз да. Lick it now, lick it. Деймін ғонды. Не дейді? Папа екеуміз кезінде рыбалкаға былай ән жерім жала, мін жерім жала деген музыкаға екеуміз папа и сын болып бүйтіп барған екеуміз ғонды. My neck, my back, lick my poop. Ебо, даже. Ебо, Үсті басың жалап тастады ма? Что, нән, қандай ән тыңдау керек сияқты? Көз тіккен шығар, көз тиген кезде Андай жақсы ғой. жалап түкіріп кетіреді. Короче, андай шигол кезде үйде отырмын, есік алдында. Білмеймін, бір андай қазір ғой қатты бүйтіп бағаланбайтын секілді, но бұрында әскерге барған бір военный адамдар қатты топовый болып көрінеді. Типа военный, мощный романтизация. Қатты романтизация болады. Сөйтіп мен баламын енді и дворда бір өлеңдер жаттап сөйтіп жүреміз да балалармен. И бір күні үйде отырмын. Білмеймін, өте шиголсың ғой. Апам бірдеңе істеп жүр, пештің жанында, мен пеш жақта отырмын да осылай өлең жаттап алғанмын ғой, отырамын да. 1, 2, 4 максимум сондай оқимын ғой. Жылама, жылауға бола ма, 2 жыл дегенің 2 айдай бола ма деп ұрып отырмын ғой. Апа тұрады, дұрыс өлең жаттасашы мынау, көтіңе қарамай дейді ғой. Ападан сондай сөз естіген қиын екен. Бастық болдым ғой, содан кейін өлең айтпаймын. Мен мынандай ағылшынша ән айтама деп күтіп отырмын. Твоя мама варит кофе. Твоя мама варит кофе, моя мама варит кофе. Подождем твою мать деген өлең білесің. Мен сол өлең жаттап алғам. Мен боқтау сөз екенін де білмеймін. Подождем мою маму. Подождем
твою мать деп жүресің ғой Е, мәссі е. жүрсің да сол кезде. мен түсінбеймін Қандай и вообще әрекет боқтауға жақын етін кішкентай кезде сондай боқтауларды жаттап алып там андай в общем андай бір романтичный история есіме түсіп кетті да кезінде бізде үйде газ жоқ етін тілеген нервісіне тиеді бұл әңгіме бірақ как она есть үйде газ жоқ етін ол үйге енді көшкенбіз и үйде андай пеш бар етін бір стена полностью андай жылайтын пеш ше ағаш салып нететін Иә. и оның ішіне күл жиналады короче қатты күл жиналады да оны жинаған кезде ол ұшып бүйтіп андай айналаның бәрі күл болып быт боласың а ол залда тұр да не пойму істелінген үй ғой шүкір оған да сөйтіп папа бүйтіп күлді жинап жатыр а папам вообще үйдің тірліктеріне особо жоқ ше ол вообще мен тірлік істемеймін по жизни деген сондай адам ғой енді блатной при делах и енді твою мать үйді жылыту керек братчикалар жоқ өзі істеп жатыр мен кішкентаймын әлі үлкен ағам үйде жоқ и ана папам қолынан келіп жатқан жоқ бірақ істеп жатыр да ше анда именно соны онша емес істейтін шашылып ше и соны ананы бүйтіп тазалайды да мені соншалықты жақсы көретін ғой 1,5 сағат тазалады да ананы 1,5 сағат аузым жабылмай подождем твою мать деп тұрған ба и мама айтады сол кезде анда бақытты сәттердің бірі ғой мама айтады залға бүйтіп кіріп қалсам дейді да бүкіл зал күл болып жатыр дейді да мен кірпіктерімде андай не ғой түсін ба күл и мен бүйтіп подождем твою мать дейді твою мать аузыңды жапшы деп папа нервничать етіп күл жинап жатыр дейді да жаным ғой папам Сен переводын білмегенсің сол кезде, иә? жоқ білген де шығармын өзім сондай бала кішкене распущенный бала болған иә бірақ издеваться етіп тұрмын ғой 1,5 сағат папа аузыңды жапшы дейді бірақ соншалықты жақсы көреді келіп ұрып басқа бөлмеге шығарып жіберіп бүйтпеді да До конца шыдап. 1,5 сағат өлең айтып тұрған ғой сосын мамам келді да аузын жапшы деді көтімді қысып кетіп қалдым бізде плохой коп мама етін Осындай ситуацияларға түспеймін десеңіздер, әннің текстін аударып біліп жүріңіздер. Иә? жоқ ондай емес әкелерің аман болса барып құшақтап қойыңдар әкелерің осындай ой ғой сен әңгімеңнен осындай түйінге келдік па иә Мен Русеге бір сұрақ. әкемнің жұмсақтығы да ол бандит елдің бәрі қорқатын кісі өте қатыгез бірақ баласына келген кезде еріп тұр да Еріп тұр да, иә. Тәрбиесін беріп тұр да, иә. Әкелік махаббат келіп тұр да, иә. Әке саған сеніп тұр да. адам емес қой деймін да иә Жой күшті айтып тұрмын ғой досым. осы сезонды үстіп бітірсек иә бәріміз ұрысып қалайықшы не қарайсың What do you do what? What do you do what? What do you do what деген сөз бар ма негізі? Сен не айтыпсың дегенді қалай аударады ағылшыншаға? Мына бізді Америка көрген ағамыздан сұрайық. Сіз өте свободно сөйлейсіз ғой ағылшынша, иә? Мен более-менее нормально жақсы сөйлесе аламын анау бірақ ЖК-ның произношениесі менікінің қасында намного лучше. Тексек Oh my көрейік шоу godness. Come on bro stop Ойбай, кел брат стоп деді. See? Мен де білемін, си ме? Көріп тұрсың ба? Мен де, егер осылай... әдемі история болды ғой Егер осындай произношение күшті десеңіз, онда менде де ондай произношение браун. Любой ағылшынша, мысалы үшін... ты просто бухой как будто не Мысалы үшін, бізде ондай шетелге шыққанда, қандай жерлерде ағылшынша керек, мысалы, айтыңдаршы. көп жерде керек Бір жерді айтшы, мен сол жерді сразу аударып беріп, мықты екенін көрсетейін. Короче, бір рет Турцияда жүремін. Мен ол кезде мен ағылшынша ондай қатты білмеймін. Турцияда? Evet. 10 класс па сондай. Сөйтіп пляжда жүрсем, бір түрік бір орыс тауылған, короче. Сосын бүйтеді, do you know English дейді, сосын yes деймін. Оп-оңай ғой, do you know English дейді, yes деймін. Do you know Russian дейді, yes дедім. Can you translate дейді, орысқа айтты, yes деді. Is he living in this hotel дейді. Вы в этом отеле живете дедім. Да деді. Yes дедім. Thank you деді, да кетіп қалды анау. И ана орыс, дейді ғой. Вы что, казахи еще знаете английский, русский и ваш язык дейді. И там, да, мы разговариваем на 3 языках в Казахстане деп. Сондағы айтқан, is he living in this hotel дейді.
вы живете в этом отеле дедім. Да деді, ес дедім, болды ғой андай. Ес деп таңғалдырып тастадым ба адамды. Жоқ, ана орыс это вау, вот. Айтамын, да, у нас Қазақстан. Я еще испанский знаю, си демедім ба. Менің әйелім андай менен ағылшынша жақсырақ білем деп сөйтеді, короче. қалай Типа маған айтады, сенің уровенің тейбл деген секілді. И бір күні екеуміз базар жаққа бардық та, ана мынау алу керек болды, соны қарным ашады ғой. Қой тамақ ішіп алайық деп келдік та, андай далада самса сатып тұрды ғой базар жақта, соны бүйтіп отырдық бір орындыққа. И нарада міне касса тұр былайынан. И біз самсамыз жеп, бүйтіп спокойно отырмыз, әңгімелесіп. И бір білмеймін, шет елдің бір баласымен апай келеді да. Бірдеңе this is how much бірдеңе деп сұрайды да, короче. Анау түсіндіре алмай жатыр да, 400 андай түсіндіре алмайды, короче. Деп андай непонятный әңгімелер кетіп жатыр да, короче. И мен әйелім андай жынысқа кетті ойын. 4000 дей ма? 4000 несі? 400. Сол бүйтеді, тамақ ішіп отыр да, бүйтіп артына бүйтіп отыр ғой, міне былай да. 4000. Мен білмеймін ғой, дұрыс айтқан шығар деп отырмын ғой. Бірме кезде андар бірдеңе деді да, бүйтіп төліп кетті. Бірме кезде отырды да бүйтіп тоқтады да. Позор деп, тез кетіп қалайық мынарадан, тез деп андай. Аналар, потому что тамақ ішіп ана жерде отыр ғой. Ұялып, артына бұрылуға ұялып отыр. Сөйтсе 400. Просто мені қатты күлгенім өйтіп. Андай өзінше отыр, жеп отыр қалай. 4000. Күшті. Өзін тщеславиясын көтергісі келген. Тейбл болып қалды ғой, короче. Мен әйелім андай шетелде оқыған кәдімгідей ағылшынша, оның ағылшыншасы енді андай it's incredible to the verbal furl деп андай кетеді андай. Грамотный. Мен андай етін, мен ағылшын андай етін. 1 water, 2 sugar right now. Faster. No менікі ғой? Осының ар жақ бер жағында. А мен әйелім айтады десем, вот так нельзя разговаривать, жанты Европа деп андай. Не болды, мен шай сұрадым ғой деймін да. Excuse me тан баста дейді. Болды деймін ертесіне. Excuse me, 1 water. Бәрібір дым өзгермейді да, әйелімді қандай қатты. И мен әйелім сөйтпейді, бірақ унижать етеді мен, неосознанно. Бірақ махаббатпен унижать етеді. Андай ше мен типа, excuse me, can I have 1 cup of tea and you can give me bill, thank you, деймін. Андай, молодец, жақсы айттың. Бат? И осы жерде унижение кетеді да, түсін ба, андай, басынан сипалап, ана кішкентай балаңыз, ой, молодец, айтып қапсың ғой деп. Деп ше, андай ішінден біртүрлі оқып қаласың. Короче, мұндай екен, бір зат байқағаным, орысша сөйлей алатын қазақтар, орысша сөйлей алатын қазақтар ағылшынша сөйлеген кезде акценті чуть-чуть орысша акцентке беріп тұрады, ең басында ше. Чуть-чуть орысша. Мысалы, орысша сөйлей алмайтын тек қана қазақша и ағылшынша сөйлейтіндердің акценті вообще бөлек болады. Соны байқадым, мысалы, Бейбіт Шүменов дейтін не болды ғой, боксер, шымкентский. Соны ағылшыншасын қарап, жарланды, жақсы көреміз ағылшынша сөйлеген. Прям қазақша сөйлеп отқан сияқты андай. Мен Бюрн Хопкинс, know each other. Осылай сөйлейді. We have mutual respect to each other. We know each other very well and it will be very good fight деп ше. Қазақша сияқты. Қазақша ағылшынша сөйлейді. Жақсы көрем. Мен мысалы чисто американецтердің жүрсем, бір беріліп кетіп, нормально сөйлей аламын да кейде, типа солардың акценттерімен, типа what do you think about this деп, excuse me. But қазақтардың арасында оқып қалсам, андай болды. Мен өзімнің ағылшын деңгейімді нөлден төмен деп санаймын да, бірақ түсіндіру тілімді оннан жоғары деп санаймын. Крокодил ойнайсың ба? Крокодил ғой, мороженый дана, шоколадын қосшы, мына when қалған бәрі no деп. When деген қалай болады екен? Жоғанда this, андай, мысалы үшін бір мороженый заказ беретін, this, only this. Осы екеуін ғана деген сияқты ше. Басқа all no this. Сондай мен ағылшынша мынау бүйтіп. No, біз Таиландқа барған кезде банановый шоколад бересің, нутелласы. Мен сол кезде бананды жемеймін, просто
only шоколад, only нутелла, more нутелла деп ше, андай көбірек нутелла ыңқылдатып жіберші деген сияқты. Андай. И мен сондай ағылшыншам. Сөйтіп біз Таиландқа Дәке деген досыммен барамыз. Ол енді переводчик болып істеген ғой. Азияда болды бізде, Алматыда. Дәке Зызы деген. Иә, переводчик болған ба ол? Иә, кәдімгі, 2011 емес, бір Азияда болды ғой. Мейлі, Короче, универсиада ма бірдеңе болған, сол кезде переводчик болып істеген. Енді ағылшыншасы, what do you do, дәңгілдей, 1, 2, 3, 4, 3, go, короче, кете береді. Ағылшыншасы тоқтамайды. Сөйтіп, бірінші күні Таиландқа барамыз ғой. И жүріміз ана жерге барамыз, онда деп күшті деп ойлаймын ғой, күшті сөйлейді всегда деп. Сөйтіп, бірінші күні біз отелімізге баратқан кезде, екеуміз ғана тук-тукпен бүйтіп келатқан кезде, бук деп, тоқта дейді андай. Тоқта деген жоқ енді андай мен. Полицейскийлер тоқтатады ғой. Сөйтіп ойлаймын ғой, мына сөйлей алады ғой мен қасымда Дәке. Дәке түседі, қазір да. Вар дейді. Бір 5 минут екеуміз полицейский машина ішінде кетіп барадық қой. И ойлаймын, мен адам ғой, не айтып қойдыңдар, мен сөйлесе алмайсың ба, не бар еді. И мен жазамын ғой, не үшін бара жатырық деп айтамын ғой. Вот осындай. Сенің досың бізге ұнамай қалды дейді ғой. Полицейскийлер жазып береді. Твой друг нам не понравился. Он очень высокомерный, не уважает нас, бір бәле деп жазып береді ғой андайға. Мен жақта жоғы біз қазақ деген үлкендерді жақсы көреміз, қай жылғысыңдар деп жазып жатырмын. Мына жерде қай жылғысында my second visit in Thailand, I love you Thailand. Сөйтіп жазып жатырмын ана жерде, біз сіздерді уважать етеміз, бір бәле. И сөйтіп роводыға кіріп кетеміз ғой, сол жақтың роводысына. Тобыда шығар, ол жақта, тайландский. Сөйтіп кіреміз да, и сосын Дәке андай жоғы жынды ма, отырғызбайды, жынды ма, ол бізде қалай отырғызады ол дейді да, біз шорты футболка киіп аламыз онда. Сөйтіп мына жағына қараймыз, бір тор тұр, тордың артында дәл біз сияқты бір киініп алған корейский бір жігіт отыр ғой. Міне мынау жынды ма, отыр ғой, біз сияқты дәл кетіп қаламыз. Жоқ. Сөйтіп ана айтады, ваш друг не понравился, высоко. Мен, короче, жазамын, пожалуйста, мындай келісейік та. Сен жазасың қай жаққа, қағазға қазақша жазып беріп жатсың ба? Телефонға жазып братан кешірші. Деп ол дайыс түсініп отқан жоқ. Орысша жазам да, Google-ға жазам да. Бүйтіп жазасың ба? I'm never wrong. Ананы тыңдатам, анау жазады, сөйтіп екеуміз переводчикпен ұрып жатыр, әйтпесе қасымызда тұрмыз бүйтіп. Деймін, анау бірдеңе ренжіп береді маған ше, каждый раз агрессивно береді ғой ана жерде. Ублюдок деген сөздер кетіп жатыр. Негодяй дейтін сөздерді оқып жатырмын ғой, мыналар не деп жатыр деп. И бір моменте жоқ, келісейік, пожалуйста, мен досым, ренжімеңіздер, досым артық кетіп қалса андай. Все дейді да, ана жаққа дейін барамыз, короче. Қайттан постқа сол жерде сөйлесеміз да. Сөйтіп келісейік, кішкене ақша береді. Жоқ, ақша береді. И андай соңында андай сообщение жазып береді ғой. Басқа бір туристер тоқтатады и бізді жіберейін деп жатқан кезде проваливайте. Больше не попадите в мои глаза. Бір бәле деп андай қарғыс жазып берген ғой, короче. Орысша ше, бірақ орысша тимейді ғой қатты, орысша қарғыстар. Ивандарға қарай кетіп ба? Неге дейтіндер. Бізге оңбаған нақұрыс десе, біз сәл андай деді да. Сөйтіп Дәкеге айттым, енді сөйлеспейсің ешкім, өзім, only me. Ол не деп айтты? Ол не деп айтты? Дәке ма? Білмейді не деген, просто қырсыға берген ғой, жоқ бермейді, жоқ, дей берген, what дей берген ғой, короче. Мені құтқаратын сол шетелде ЗИС құтқарады, сосын экспенсив деген құтқарады, қымбат қой дейтін ше. Экспенсив, ойбай экспенсивті ұрып жібересің арасында бүйтіп. 1000 десе, жоқ та 500 жазып жібересің, 200 жазып жібересің, сондай. Кипрда бәрі. Мен де бір история тығыз жіберейін, как раз может кіріп келер. Алматының новый аэропорты бар ғой. New airport, right, come on. Сол жаққа кірдік қой, бизнес-лаунжқа кірдік. Бизнес-лаунжқа кірдік қой. Сол жақта кіріп, деп отырсам, бір араб жігіт отыр екен, короче. Сөйтіп араб жігіт қасына келгенде, жыбырлап әркіммен сөйлесу керекпін ғой. Маған как будто Қазақстанда жүрген любой иностранец, как будто мен қонағым сияқты ше, как будто Қазақстан туралы жауапкершілік сезініп тұрамын. Негізі бәріміз осындай рус сияқты болуымыз керек. Деп айтамын, араб екен сосын. Ассаламу алейкум деймін, уалейкум кайф хәлік деймін, айтып атман, ана дейсіз. Екеуміз бітіп қалды, ағылшынша қатты сөйлей алмайды екен. Сосын дейді көрсетеді. Алматыға типа 2-7-ге 10 күнге ма келіп едім, бірақ бүгін 3-ші күн қайтып баратырмын дейді.
сөйтіп жаным шығып кетеді ғой, неге деп жатырмын ғой, уай деп жатырмын. Иә, уай деп жатырмын. Әл-Қатырмәт әне қазқайлы жеп қаттетел ақуәті деп шығарады. Туристерге сендердің отношениелерің мияқта жаман екен, мияқта мен ешкім күткен жоқ, өте грубый бірдеңе деп. Деп бүйтіп. Бірақ құры бар ұнамаса деп бұрын. Жоқ, жаным шығып отыр ғой. Айтам ғой, братер, айтам ғой, келген кезде телефоным жазып алшы деймін ғой, мен сені қыдыртайын деп, до того чувство виныға кіріп отыр мана арабтың алды. Келесіде келгенде мен өзім күтіп алайыншы, брат деймін. Құрсын нормально, анау мынау, мен әлемді Сауд Арабияда полиция болып жұмыс істеймін, анау мынау дейді. Әлемді көрдім, бірақ Қазақстан, сендер дамыған екен, қайтемін деп. Соңында да қоймаймын ғой, брат, бізде қонақжайлық негізі қатты, анау мынау ренжіме, есілші деп қайтып беремін. Салатта, понятно дейді, біз араб елдерін ол айтып жатыр, ұзақ айтып жатыр арабша. Сен натуре сөйлеп отырсың ба? Өтірік сөйлеп жатырмын. Келістіреді екен ба? Өтірік сөйлеп жатырмын. Тағы сөйлеш. المتر قلت إنجلاند ولا قصيب الفاتر أدخل أيوة ستال قاتميد айтып отырмын. Аллат, мы мусульманская страна, дейді, когда у нас было там каких-то мы там американецтерді кезінде сразу бүткіл туристерді қайта жібереміз, қолдарымызды ұстап тұрамыз. Біз өте қатты халықпыз, біз мұсылман халықпыз, бірдеңе деп айтып отыр. Мен ана мұсылманбыз деген сайын Қазақстан салсып, жаным қайтадан шығып көтіне кіріп жатырмын ғой, не в тему. Брат деп ше. Брат, қайтып келші. Өзім күтіп аламын деп андай. Удастарын жіберші, билет алайын деп. До того билет алып бергім келіп жатыр, ана біз мұсылманбыз деген сайын. Әл-Қатыр, все деп. Екі баласы бар, екі балам бар. Мен вообще Сауд Арабияда полицейскиймін, анау бірдеңе деп. Все, брат, все, мұсылман, все деп. Қаяққа баратсың дейді. Баку, Грузияға баратын да айтып жатырмын. Әл-Қатыр дейді. Әл-Қатыр қысматыр десе, там женщины красивые дейді. Сосын, ладно деп, сөйтіп телефон екі баласын көрсетейін деп көрсетіп бүйтіп жатса, бүткіл әлемнің айналып шыққан кілең қыздарын көтер қомдап. Қалай? Екі баласына жетем дегенше. Қыздарды көрсетшеші тағы бір. Аны екі баласына жетем дегенше, әлемді айналып келген кілең көтер түсірген бейт. Дедім, ладно, бара қойшы деп. Дұрыс. Не үшін Қазақстан ұнамаған? Остеопат шығар, белдері ауырып қалған ма? Неге Қазақстан ұнамаған? Себебі ешкім көтіне кірмеген, өпшім қыздар келіп алдына шығып көтермей билемеген. Соған жындан кетіп баратыр екен. Атак шығып алып біздер мұсылмандар деген кезде о жаққа барғанда шығып атты да, ана соткасын көргеннен кейін дедім. О жаққа барған кезде олар үйтіп қарсы алмайды ғой. Мен қаяқтан білейін? Анда өзі қатайып тұрады олар да. Өйтіп не қылмай қой. Табайықшы, номер бар ма ана? Мен ана Кипрда жүрген кезде уақыт бар ма бізде? Бар, Кипрға уақыт бар. Жоқ, мына біздің последний выпуск қой, енді мына жерде біз Кипр историялар. Нормально ма? Нормально. Кипр қалайсыңдар өздері, нормально ма? Ана мен Кипрда болам, шетелге барамыз, біз европейский жағында боламыз. И мен әйеліммен қалу керекпін, бірақ бір талай мен қалатым, өткен виза жасау керек. О жақта әлі біздің 2005 сияқты бар ғой. Прикинь, ақшаны алып келемін, декларировать ету керек. Ақшаның бәрін принтермен ксерт етеді ғой, ойлашы. Ваймайды. Что это такое деймін ғой, ребят, не бүйтіп и жақтырмайды, бәрі ұзақ. Андай 16:00-де уақыт біте ма жұмысын, болды тұрады да кетіп қалады, короче. Не ғой андай? На расслабоне ешкім асықпайды. Мен визаны жасадым, мен Қазақстанға келгенде дайын болды ғой, виза, ойлашы. Жарты жыл дайындалды ғой сол. И мен барамда жаққа, короче, басында кірем. Бетіп қарайым. И анандай мигранттар ғой өңшең, түсіндің ба? I'm sorry, sir. Анау аяғын столға қойып алған. Бір нәрсе бәрі нарушение, мен жұмыс істеуге келген адамдар ғой, короче. И мен келем, как раз бомж болып киініп шыққам. Ұйқым қанбаған, шашым бет тұр. Кірдім да бетіп, қарап тұрдым. Анау бәрін басына шығып жатыр. Сен, я тебя сейчас выгоню. You will go away from this country. I told you only 1 week. Why you do this, my friend? Үстіп, короче, әкетіп жатыр. Гректер ғой.
гректер грек үшін өледі, короче, сондай екен да. Кішкене сондай андай. Біз әрбір грегім жалғызым дей ма? Иә, сондай. Біріңді грек, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос. Андай аналарды жақтырмай сөйлесіп жатыр да, мен бүйтіп тұрдым да, қой қазақи ылғамды бір қосып көрейінші дедім. Шықтым, короче, шығып кеттім. Үйге қарай бардым. Душқа түстім, шырт бырт киініп алдым. Не бар, әйелімнің датау алтын киіп шыққан соң, уақыт жоқ, қолымда айфон, короче, барам. Максимально панторесский киініп алам. Сол кезде жақтыратын шығар деп, ең андай дәу жазуы бар аяқ киімдер киіп алам, бәрін, короче, барам, магазинге кірем, торт алам, ең қымбат торттар, туда-сюда. Олар өте экономный. Ақшасы болса да қымбат машина алмайды, сондай да. И мен плотно, осылай, короче, кіріп келем, короче. Анау полицейский бүйтіп шығады да, маған бүйтіп қарап тұр. What you need, my friend? Дейді да. Сработало дегенсің ғой. Окей, go to my кабинет деп өзінің кабинетіне алып кетеді. Ойлаш, осындай схемамен кіріп, торт беріп, родной болғансың, әлі күнге шейін Инстаграмда связьдасың. Торт беріп, что там родной? Мен геймбой ойнайым дейді андай, типа геймбойша соған ойындар алып беріп ше. Ол уже түсініп атқан жоқ, коррупцияға кіріп кеткенін түсініп. Неосознанный ғой. Қазақылығым деп осыны айтып жатсың ба? Мен бір жаңағы... Ол уже мен құдай өз кешсін, енді коррупция емес, дос болу керек болып тұр да, мен айтпесе әйелім қалып кетеді бөтен елде, мен кетіп баратырмын, ойлаш. Бәрін істеуге дайынсың ғой, анаған үйіңді, білмеймін, огородын қазып берейін, не план, вообще, родной, любой нәрсе деп кіргем, бірақ с позиции силы кіргем, короче, андай, типа, өзінше болып, что там, менде уақыт жоқ. Прямой бейтіп кірдім да, инстаграмымды көрсеттім, мен сіздердің елдеріңіз туралы жазам, бүйтем, сөйтем. Ана мен братсың ғой, короче. Сол жаным үші маған көмектесіп, визам бәрін істеп, в общем, андай, взаимоотношения құру, бізде құдайға шүкір, особенно біз оңтүстіктікіміз ғой, бізде көп та сондай. Сол жерде көмектестік қатты. И ағылшын плюс сондай поведение, в общем, общаться етіп, үйтіп виза алып алдым, айтпесе үйге қайтарайын деп тұрды. Кәдімгідей ойлаш. Барып. Please. Примерно ансаған сен кіріп барып, қалай виза алушы едің примерно? Визаға? Зисті ғана білесің. Only chocolate. Мысалы үшін, қай елге барғым келеді, мысалы үшін? Сорада дәл осы жекан ситуациясындасың. Кім өткізе алады собеседие? Кипр. Давай мен кипрский немін. Жоқ, Кипрға бармаймын. Басқа елдің. Ба, ебадем жер родной. Жоқ, басқа елдің. Отыра бершейші сен? Жоқ, мен қақып көрейін бірінші. Әлі... Тук. Please, так қосыңа короче. Excuse me. May I come in-нан бастамайсың? May I come in? Okay, go. Деп отырып алдым ал. Hello. Yes. Why you came here, my friend? Мәссаған. Таусылып қалды уже ше. May I come in-ді айтпауым керек еді. Are you drunk? Who you talking with, my brother? Не. Who is absent today? Мен естігенмін баяғыда. Table. Hello teacher, дақпасын. Андай, we need visa. Yeah, go America. You say. USA деймін. What is the capital of Washington, короче. Next question, please. Okay. What is the point of your travel to USA? No, only travel. Travel, 2 weeks travel. Обратно Қазақстан. Flying. I come back 2 weeks. Next. You have tickets? Yep. Almaty, LA. Hello, через Qatar. Doha, what is it? Okay. Next question, please. Next question, please. Алып кетейін деп тұрамын ғой. Yeah. Next question, please. Өте уверен айтады екен. I'm in America. No living. Only travel. Living там. Қиналып кетем о жаққа қарай. Обратно келу керек. Бараттарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Руслан Тай, Жека Фатбели, Ансаған Садырхан. Және Тілеген Еркінбеков. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.